Сәлем достар, сіздермен бірге мен Айғаным, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз зебра тортын жасаймыз. Өте дәмді, жұмсақ болып шығатын, жақсы көтерілетін рецепт. Оған біз 5 жұмыртқа, 2 стакан қант, 200 грамм май, 1 стакан қаймақ, какао және 2 стакан ұн мен қопсытқыш керек болады. Жұмыртқамызды жақсылап араластырамыз. Қант қосамыз. Қант қосып отырып араластырамыз ағарғанша. Содан кейін май қосамыз. Майымыз жұп-жұмсақ, бөлме температурасындағы май болу керек. Жақсылап араластырып, енді жаңа қантты өлшеп алған стаканымызбен 1 стакан қаймақ қосамыз. Мен өлшерін білем, сондықтан да қасықпен қоса салдым. Сіздер стаканмен өлшеп қоссаңыздар болады. Енді жаңа қантты өлшеп алған стаканымызбен өлшеп 2 стакан ұнмен қопсытқышты араластырып, илектен өткізіп араластырамыз. Міне араластырып болдық. Енді теңде 2 бөлікке бөлеміз. Біраз көбірек болды менде. Какао қосамыз, аз бөлігіне жақсылап араластырып, міне ақ бөлігін мен үлкен ыдысқа салып алдым араластыруға ыңғайсыз болғаннан кейін. Бұны да жақсылап 2 қасық ұн қосып араластырамыз. Формамыздың шетіне май жағып аламыз. Астына жақсаңыздар да болады. Енді 2 қасық ақ массаны, 2 қасық шоколадты массаны қосып отырып, міне бір-бірінің үстіне құямыз, араластырмаймыз. Сол кезде зебра тәріздес болып шығады бізде, ақ-қара болып. Осыны 180 градуста дайын болғанша пісіреміз. Дайын болғанын ағаш шпажкамен тексеріп көреміз. Егер шпажкамыз сухой болып шықса, демек пісті деген сөз. Астарыңыз дәмді болсын, зебрамыз дайын. Менің каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қойыңыздар.